сен аталарыңның бейнесі. Ана төргі бөлмеде ілулі тұрған суреттегі аға ма әже? Ақылыңнан айналайын ботам. Сол атаң ғой, мына жанындағы бауырлары. Бір үйден аттанған жеті бірдей болса қайтпады. Сонда осы туысқандардың бәрі қайда сонда, тірі ме? Жоқ айналайын, тірі болса, ендігі хабар алар едік қой. Ең болмаса біреуі, аяқ кем, қол жоқ болса да келгенде ғой. Әже, мектепте естігенім Кәрімнің атасы соғыстан екі аяғынан айырылып қалды деген. Ботам, сұм соғыс ешкімге опай келмеді. Жастай кетті, отанды қорғап, сендердің болашақтарың үшін бейбіт өмірді мақсат етіп, қасыққан аямай өлімге бастарын тікті. Сол кезде атам қанша жасында еді? Бәрі өндірдей жас болатын. Не бәрі 18-де еді. Әже, жыламаңызшы. Біз бармыз ғой, одан да қалай болғанын айтып беріңізші. Құлыным, ол кезде жас едік қой. Мектепті бітірген мамыражай жазайы. Мектепті бітіру кешінде өндірдей жас жігіттер мен қыздар таңға серуендедік. Қызық еді ғой. Сонда естідік радиодан соғыс басталғанын. Алғашында қызық көріп, әзілдесіп тұрғанбыз. Содан соң атаң мені оңашалып шығып, Сайраш, мен соғысқа өз еркіммен аттанам. Біз жігіттер солай шешті. Ант ұрған фашизмді жеңіп оралам, деп мені жақсы көретінін айтты. Мен де атаңның сымбатты келбетіне сай іштен артатынмын. Солай атаң екеуміз үйленіп, мен атаңды қанша болса күтетінімді айттым. Сөйтіп келін атандым. Ертесіне атаңды соғысқа шығарып салдым. Жүре ғой құлыным, шай қайнап қалған болар. Сайра, атаң ауырып қалып деді. Қазір жақсы болды ма? Иә, шүкір, беті бері қарады. Шыдасың Сайра, бәрімізге оңай теп жатқан жоқ. Толық пейілді, төсекке таңып оған бақты. Қандырғыны тоқтамай, ел басына қара бұлтты үйіп төкті әбде. Қыздар, мұңаймаңдар, ерік болыңдар. Біз бір-бірімізге біріміз қолдау көрсетпесек, сонау сұрапыл соғыста қырқынды көріп жүрген әке-аға балаларымыз не болмақ? Мына біздің басымыздағы ауыртпалық көптен көрген қиындық. Әлемнің тереміз қыздар. Бізді қойшы, буынымыз бекіп, бұғанамыз қатып, есейіп қалдық қой. Оң солымыз анық, жол жөніміз бар. Ертеңгі үміт үшін, болашаққа мақсат үшін жүрміз. Әлгі терағы мен тежжанның шектей бала-шағасын айтсайшы. Бірінен соң бірі, өрімдей жас. Обал болды шынымен. Кеше-кешке егістікті жағалап, жертім іскілеп жүр бай құстар. Алды он төртте, 7 жасар кішкентай қызына дейін ашып тұрса. Әкесі, бауырлары бәрі соғыста. Дімкасын асылып шамасы жоқ сұрайды. Енді қайтсын қаңғымағанда. Мә, қандай қаты кезек? Тым болмаса талға жол талқанын баядың ба? Бермедің бе балаларға? Я, бергізеді шешем. Әкем деген ұраның аузын салмен бастырып жауып қой демес пе? Әй, әлгілер үйді аралап қаңғып жүр. Ұраны қазып тауып алмасын деп айтқан соң. Мә, сенің қолында не бар? Өзің тегіні бергін келмейді. Қыздар, бәріміздің жағдайымыз мәз емес. Қарт ата-әжелеріміз бар. Бесіктен бері шықпайшы, ерте есейген іні-сіңлілеріміздің көздері анық жәудірейді. Қыздар, қарыннан жүріп алғаныңыз қашанға қарын тойдырар? Оданша қыздар, бәріміз бір мәмілеге келейік. Анау қараман бөлберді, айбанмен салсыз. Анау қараман бөлберді, айбанмен салсыз. Бір уыстан бидай алып шығайық. Сосын балы шағалы отбасыларға таратып берейік. Хасена ғалымұлы қайтыс бопты. Қара қағаз келді. Хадиша, осы сенің аузыңнан жақсы шықпайды. Тағы да қаралы хабар таратып жүрсің бізге. Құралай, не деп тұрсың? Оның жаздағы хабар таратқан жүге сені ойласай ма? Хадиша, тек шыныңды айт.
Suyunçu Nurbibi, kökеңнен хат келді. Өзі жас па? Тілме етер менің көке? Пірі болмасаңыз ama. Мә, бірақ сүйіншіңді ұмытпа. Байрын тілепесіз ғой. Сахира, Қоңырат ағаңның сәлемі. Жазира, әкең Мұрат ағадан. Нұргүл қайда? Нұргүл, қуансаңшы. Бақыт бауырынан хат. Болды қыздар, бәріне бердім. Ал мағаншы. Мағаншы, әкем хат жазбағалы үш ай. Хабарсыз әлі. Аман болды ма екен? Уайымдамаңдар. Бүгінгі келген осы хатта. Қыздар, әлі алда да ертеңде күндер бар. Келеді, сенің. Хадиша, не жасырып тұрсың? Тек шынында айт. Үйге апарған жоқсың ғой. Мен бір жамандық сезіп тұрмын. Берші маған хатты. Жаңа еліккен әкелсе берер еді. Тек жақсы айт. Үміт жалғайтын сенім үшін. Қуанып үміттенген қандай қуаныш болды. Не қуаныш? Қайдағы қуаныш? Ұмыттым. Отбасымызбен ұмыттық күлкіні. Анам түні бойы жылап таңды көз жасымен алдырады. Кеудемді кей көртеді, мен де езіліп шығам. Әкем қайтыс болды. Күйеуім Нұрланның әкесінен де жыласты, хабар жоқ. Қайныларым бірінен соң бірі қаза тапты. Қарғыс атсын бұл соғысты. Сыртым бүтін, ішімде шер қайнайды. Еш нәрсеге зауқым жоқ. Түнілдім. Үміт дейсіңдер. Қайдағы үміт? Жоқ үмітте, сенімде. Хадиша, неге үндемейсің? Я, не болды? Жақсы хабарын айтуы. Қыздар, менің де жайым жеңіл емес. Хатты бергенде менің жағдайым не болмақ? Оқыста жүрегі жарылып кетсе, күнәр қаламақпын ба? Білмеймін қайда өткізерімді. Манадан бері дәтім қалай беріп еді. Болды. Не де болса көндім. Әкел. Қатардағы қызыл армия жауын беріп. Қыздар! Болды, боларыз болды. Жұламай үйіне апарай. Не қылсақ та анасына қаралы хабар жеткізейік. Бәрі менімен біргесіңдер ғой. Қорықпаңдар, қыздар, көтеріңдер. Байғұштың күні не болма? Говорит Москва. 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена. Германия полностью разгромлена. Қандай керемет! Сайра, Ұлың өсіп ер жетіпті ғой? мә, қараңдар. Әкесінен алмай қапты. Иә, үлкен әулеттен қалған жалғыз тұяғым осы қыздар. Қыздар, жүріңдер, шеруден қалып қалмайық. Иә, келдір. Атамның қабірін таза ұстаған екен, әже. Құлыным, 70 жылдан кейін қауыштық атаймен. Әруағы бір аудақ тұрдау, өлі разы болмай тірі байымайды. Топырағың тұрқа болсын асыл жан. Міне, сен тапсырған аманатыңды тіл көзден қорғап, алдыңа алып келдім Нұрлан.
жатқан жерің жайлы болып, жатқан жерің пейіш болғай.